2026 жылы қазақстандық трейдер-инвесторлар неге дайын болу керек? 2026 жылы жалпы біздің Қазақстанда осы биржаға қатысты қандай өзгерістер болып жатыр, Енді мынау казино ставка секілді айналысып, жеңіл ақша тауып, керемет болып байып жүрген кісілер, сіздер енді мемлекеттің тарапынан қысым көретін боласыздар. Себебі дәл қазіргі уақытта мемлекет адамға зиян келіп жатырған спекулятивті казино ставка секілді типті биржаға тыйым салу және де оның жолдарын қатаңдату, тексеру мен айналысып жатыр. Яғни 2026 жылдан бастап кім дұрыс трейдингпен биржамен жүйелі түрде реал брокерлермен құнды қағаздарды шынайы түрде алып сатамын дегендерге 2026 жылдан бастап өте үлкен мүмкіндіктер беріліп бастайды. Ал мынау әлі де казино типті жаңағыдай түрлермен айналысып жүрген адамдар қысымға түсіп бастайтын болады. Себебі ол спекулятивті саудалардың түбінде өте көп деген адамдар зардап шегіп жатыр. 2026 жылдан бастап қазақстандықтар үшін Америка нарығына шығу жеңілдейді. Яғни NASDAQ News сияқты биржаларға тікелей сауда-саттық жасау жолдарын қазіргі уақытта қазақстандықтар үшін жеңілдетіп жатыр. Және де 2026 жылдан бастап әрбір инвестиция жасаймын, құнды қағаздар нарығында сауда-саттық жасаймын, ақшамды көбейтемін, табыс табамын деген әрбір қазақстандыққа мемлекет жеңіл түрде, қауіпсіз түрде жағдай жасап жатыр. Былайша айтқан кезде, яғни брокерлердің лицензиялары болуы және де инвесторлардың қауіпсіз түрде сауда-саттық жасай алу мүмкіндігі қатаң түрде қаралып жатыр және қарастырылып жатыр деген сөз. Дәл қазіргі уақытта әрбір қазақстандық, өзіміздің биржамыз KASD болмаса американдық биржалар News, NASDAQ биржаларында сауатты түрде, былайша айтқан кезде өз ақшаларын көбейтіп, сауда-саттық жасап, табыс табуына мемлекет бар жағдайды жасайын деп жатыр. Алдында бөлісіп кеткенімдей, казино ставка секілді типті болмайтын, жаңағыдай қауіпсіз нарықтарға рұқсат етілмейді деген болжамдар бар. Әрине бұл жаңалық өте қатты қуантады, себебі алдағы уақытта әрбір қазақстандық сауатты түрде өзінің ақшасын доллармен, не болмаса теңгелей біздің KASD биржасында, не болмаса американдық бүкіл әлемге танымал ірі биржаларда өз ақшаларын көбейте алады және сол жерден табыс таба алады және бұл өте қауіпсіз, тиімді жолдармен болады деген көрсеткіш.